Чау, чау, Дима. Ди-ди-ди-ди-ди. Лай-лай-лай-лай-лай. Тілда жоқ, помадасын бәрін рахаттанып алып ес жабаса шаруа. Шетінен қызығын көріп атқасың. Сәлем, қыздар жігіттер, гүлденген әлем, қалдарыңыз қалай? Сіздерге қалай көрініп тұр, қалай естіліп тұр, маған кер байланыс беріп қойыңыздар. Одан кейін эфирді бастайтын боламыз. Өткен жолы мен сіздерге квантовый скачок жасаудың нақты құпияларын айтам деген. Наконец-то бүгін айтуға уақыт бар сияқты. Кер байланысып қой, не шегесіздер? Шегеміз бәрін. Кальян, темекі, тағы не бар шегетін бәрін. Не қарап нені қойсаңыздар, қаншалықты сіздерге дұрыс көрініп тұр, қаншалықты дұрыс естіліп тұр. Соның бәрін айтып қойсаңыздар, одан кейін бастаймыз, хорошо? Жалпы бар ғой, жамботалар, әркімнің айтқан сөзіне мән беріп, сол мақпал қаратай не шегет деген нәрсені ойланғанша, өзіңнің өміріңді жасасай, жамбота. Не оқыдың? бір аптаның ішінде. Не істедің? Бір әлемге, адам баласына, бір жақсылық әкелетін бір нәрсе істедің ба? Квантовый скачок после чего у вас дейді. Квантовый скачок деген дүниені сол шегіп алғаннан кейін квантовый скачок жасайсыздар деп ойлап отырсыздар ғой сіздер. Араларыңызда барлықтарыңыз сондай деп ойламаймын. Қазір түсіндіретін боламын. Квантовый скачок деген не деп? Адам өзінің қарауды неден бастаса болады деп. Біріншіден, өмірің өзгеру үшін, жамбота, ең бірінші өзіңнің өміріңе честно қарауға тура келеді. Яғни қараңыздаршы, мені. Мысалға, мен қазір комментарийді ала тұрайын. Мен осыдан ровно қанша жыл бұрын ұмытып қалдым. Бір тренингтердің бірінде, Россиядан келген ұстаздардың тренингінің бірінде қатты жыладым. Неліктен жыладым? Даже мен ол жылаған сәтімді сторисқа салған болатынмын. Өйткені менің өмірім, как я организовала свою жизнь, мүлдем ұнамайтын түсіндім. Яғни өмірің өзгеру үшін өзіңнің өміріңе, жалпы уақытты қалай жұмсайтындығыңа, өмірдің өтіп бара жатқан жан дүниеңмен сезетіндігіңе, және ол уақыттың өміріңе дұрыс болып жатыр ма, өзіңнің өміріңе көңілің тола ма деген сұрақтарға толыққанды честно надо ответить. Сол моменттен бастап сен өз өміріңді өзгерте бастайсың. Сондықтан мен айтып отырмын, жамботалар, менің жасым 45-те, менімен алысқанша, менің өмірімді тексергенше, одандағы мен айтатын дүниелерді тыңдаңызда, өзіңіздің өміріңізге қараңыздар. Сіздің өміріңіз қаншалықты өзіңіздің көңіліңізден толады. Яғни, қай жерін дұрыстар едіңіз? Сіздің ұйықтайтын уақытыңызға көңіліңіз тола ма? Түнде ұйықтайсыз ба? Жоқ әлде күнделікті сіз спортпен айналысасыз ба? Соған көңіліңіз тола ма? Сіз балаларыңызға лайықты уақытын бөліп жатсыз ба? Жоқ әлде сіз лайықты ақшаңыз тауып жатсыз ба? Өміріңіз қызықты ма? Әлемді саяхаттайсыз ба? Осы сұрақтың бәрін жауап берген кезде сіздің шынайы жауабыңыз шығады. Сондықтан әркім өз өмірін жасасын деп айтқым келеді. Қазір мен мына жерді салып қояйын. Оппа. Кеттік. Өткенмен өмір сүруді қалай тоқтатуға болады дейді. Өткенмен өмір сүру деген не? Өткенмен өмір сүруді біз бірінші жалпы өзіміздің ішімізде болып жатқан барлық процестерді тоқтату үшін әрбір адам ояну керек. Дәл қазір, жамбота, өзіңнің дыханиеңе назар аударсаң. Назарыңды аудар дыханияға. Назарыңды Аллаханыңа аудар. Дәл қазір. Назарыңды ішкі әлеміңе аудар. Содан кейін өзіңе мен не ойланып отырмын деген сұрақты қой. Не ойланып отырмын мен? Егер сен өткен шаққа қарай өтіп кетіп, өткен шақпен ойыңды шарлайтын болсаң, яғни онда сен өзіңді тоқтат та, дыханияға назар аудар да, жан-жағыңа қарап өзіңді қазіргі шаққа әкеліп үйрен. Бұл әрине үлкен тренировканы, адаммен өзін жұмыс істеуін талап ететін дүние. Сен бірақ сәтте өткен шаққа қарай шарлап кетуді оймен доғара алмайсың. Өйткені ол сенің дағдыңа айналып кеткен. Адамдар өткен шақты екі түрлі жағдайда еске алады. Біреу өкінішпен еске алады, яғни өткен шақта мен осыншалықты қате жасап едім, өткен шағымды жек көрем деп еске алса, екіншісі ностальгиямен еске алады. Яғни
өзінің өткен шағында қалып кеткен. Үнемі как будто бір өткен шағы оралатындай, қайта-қайта сағынады, қайта-қайта сол жаққа қарай өткісі келеді, өз-өзін сонымен қинайды, как будто қазіргі шағында өмірдің ешқандай бір қызық жоқ сияқты өз-өзін осылай қинай бастайды. Сондықтан өткен шақты өкінішпен еске алсаңыз бір жөн, ең қиыны Жанбота өткен шақты ностальгиямен еске алу. Егер сіз ностальгиямен еске алатын болсаңыз өткен шағыңызды, онда ол сізді қатты қинай бастайды. Өйткені как будто өміріңіздің ең маңызды сәттері, ең күшті сәттері тек өткен шақта ғана қалып кеткен сияқты оймен өмір сүре бастайсыз. Хорошо? Я уже в чате дейді. Өте қуаныштымын. Пока сіздер сұрақтарыңызды қоя тұрыңыздар. Оппана. Сұрақтарыңызды қоя тұрыңыздар. Одан кейін мен сіздердің орталарыңызда бір-екі адамға разбор жасайтын болам, және сіздерге бүгін квантовый скачокты қалай жасау керектігіне байланысты сұрақтарыңызға жауап беретін болам. Өткенді ұмыту мүмкін емес, әрине, ешкім ұмыта алмайды. Мен сіздерге өткен шақты ұмытыңыз деп айта алмаймын, бірақ өткен шағыңыз сіздің қазіргі шағыңызды, қазіргі өміріңізді ұрлауға тиісті емес. Сол үшін әркім жалпы здесь и сейчас қазіргі шақта өмір сүруді үйренуге тиісті. Кеттік па? Сонымен жиналсаңыздар, мен қазір сіздерге квантовый скачокты қалай жасау керек. Ал енді менің сұрағыма жауап беріңіздер, Жанботалар. Жаңадан задание еще не начала, обязательно начну дейді. Хорошо. Жаңадан қосылған адамдарға мен өзімді таныстыра кетпекшімін. Қазір бірін мұқият тыңдасаңыздар. Менің есімім Мақпал Қаратай. Менің жасым 46-ға толады биыл. 3 баланың анасымын. Яғни менің үлкен қызым Америкада суретші мамандығын алуда. Қазір 3-ші курсты тәмамдайды. Екінші қызым 15 жастар Ділда, ол Канадада оқиды. 3-ші ұлым бар, Ерназар деген 13 жасар. Ол менімен бірге тұрады пока. Енді менің жалпы өзімнің өмірім, негізгі жолым, еңбек жолым журналистикадан басталды. Мен Казгудың журналистика факультетін тәмамдадым. Одан кейін бір қатар жылдарым газетте жұмыс істеуден басталды. Айқын газеті, Алтын Орда газеті, Қазақ әдебиеті газеттерінде мен кәдімгідей жұмыс істедім, журналист болып. Одан кейінгі уақытым менің газеттен бір шамамен 30-дан асқаннан кейін мен газетте жұмыс істеу арқылы байлыққа, ақшаға жетпейтінін толық түсіндім да. Яғни бір 30-дан асқаннан кейін шамамен 33 жасымда 2013 жылы мен өзіме аутсорсинг компания аштым. Яғни аутсорсинг компания деген не? Аутсорсинг компания деген ол басқа да телеканалдарға, жалпы болмаса мемлекеттің аясында тапсырыспен заказдар, проектілер жасау. Яғни сол аутсорсинг компанияның аясында мен көптеген жобаларды, тележобаларды дайындадым. Одан кейін сол тележобаларды дайындау барысында ақша табу мақсатында бір қатар бизнестерді ашып көрдім. Яғни бұның бәрін сіздерге тщательно түсіндірем, мұқият тыңдасаңыздар. Өйткені мен қазір сіздерге эфирде квантовый скачок жасаудың негізгі құпияларымен бөлісетін болам. Мұқият тыңдаңыздар. Мен өзім қалай жасадым және өміріме қалай енгіздім, сол туралы сіздерге айтып беретін болам. Сонымен жаңағы тележобалар жасап жүрген кезде мен өте көп жаңағы бизнестер жасай бастадым. Салон красоты аштым, кафе ашып көрдім Астана қаласынан, барахолкадан, Адем сауда орталығынан киім сататын орталықтар аштым. Бірақ ешқандай жасап жатқан дүниелерімнің барлығы мен күткен нәтиже бермеді. Яғни қаншалықты мен өмірімді өзгертем деп тыраштанған сайын, қиналған сайын, зорыққан сайын, керісінше кері кете бердім, минусқа кірдім. 2018 жылға шейін мен үлкен ақшаға жете алмай қойдым. Сол кездерде 2018 жыл өзімнің қалаған, яғни өзім армандаған ақшаға мүлдем жете алмадым. Сол 2018 жылы мен мысалға бетімдегі бүкіл нем кетіп қалған, қалай болды фильтрім. 2018 жылы мен жаңағы бетке қолды жақындатуға болмайды екен. 2018 жылы мен не істедім? Жұмыссыз жүрген журналист болдым. Сол кезеңдерде мені даже 500 мың теңгеге ешкім жұмысқа алмай қойды. Мен 1000 рет айтам бұл дүниені. 2018 жылы мен қаншама телеканалдың табалдырығын тоздырдым. Мен ойладым, все, уже аутсорсинг компанияны жабам да, хотя бы тұрақты түрде жұмыс істеймін деп ойладым. Бірақ мені ешкім жұмысқа
алмады. Сол 2018 жылы менің Казгуде бірге оқыған подругам Әлия деген подругамды көрдім 2018 жылы. Кстати, сол кезде Әлия маған айтты: Мақпал, сен өміріңнің өзгеретіндігіне сенесің ба деген сұрақты қойды. Ол кезде менің қалтамда көк тиын жоқ, мен 500 мың теңге ақшамда жоқ. Сол кезеңдерде мен өзімнің подругама айттым: кажется, дедім, мен ол кезде қарызым мойнымнан асып тұр, ай сайын кредит төлеймін, апта сайын кредит төлеймін. Мен айттым: кажется, маған осындай өмір бұйырған, ақшасыз қалу, яғни әлі күнге шейін сол сезімді помню. Егер сіздерде сол сезім болатын болса, мені мұқият тыңдаңыздар. Яғни кажется, маған осылай ақшасыз, қарыз төлеп, өмірдің бәрі қиындықпен өтетін өмір бұйырған, маған басқа өмір жоқ сияқты деп айтқаным есімде. Содан кейін 2018 жылдың ортасынан бастап мен осы психология саласына ден қоя бастадым. Кстати, маған жазады кейбір адамдар дайректте: Мақпал Қаратай, сіздің 2017 жылғы сабағыңызды алдым деп. Мен 2017 жылы мүлдем сабақ сатқан жоқпын. Өмірден баз кешіп, кәдімгідей өмірді жек көріп депрессияда жатқан кезеңім болған. Яғни сол 2018 жылдан бастап мен өзімді зерттей бастадым. Мынау сыртқы өмірде жанталасты, сыртқы өмірде ақша табайын деген жұлқынысты бәрін доғарттым да, назарымды өзіме қарай, сырттан өзіме қарай аударып, яғни өзімнің өмірімді қарайын деп шештім. Сол кезеңдерде өзімнің ішкі программаларыма ден қоя бастадым. Яғни сол 2018-19 жылдары мен Джо Диспензаның, Экхарт Толленің кітаптарын оқып, сила подсознания, яғни Джозеф Мөрфидің кітаптарын оқып, адамның ішкі программасын ауыстырса, өмірі ауысады деген кәдімгідей ұғымның аясында мен осы дүниелерді оқып таңғала бастадым. Яғни өзімнің ішкі программамды көру керек екенін ұқтым. Сол кезеңдерде мен өзімнің ішімдегі программаларды, матрицаларды тереңірек зерттей бастадым. Қандай ойлардан тұратынымды, қандай эмоцияларды сезінетінімді терең зерттедім. Мен өзімді зерттегеніме ровно 6-7 жыл болып қалды. Осы биылғы жылы 7 жыл деп айтамын. 2017 жылы басталды бұл менде жаңағындай қатты ауыр процестер. Яғни мен осы 7 жыл бойы өзімді өте түбегейлі зерттеген адамдардың бірімін. Сол кезеңдерде мен өзімді зерттей бастаған кезде менің өмірімде күтпеген жерден квантовый скачок бола бастады. Квантовый скачок деген не? Квантовый скачок деген жамбота сенің өміріңнің внезапно өзгеруі. Яғни сен мысалға бір жоқшылықта жүресің, қиындықта жүресің, қарызда жүресің де, күтпеген жерден өмірің жаңағы аз ғана уақыттың ішінде мүлдем басқа, өзіңді таң қалдыратын өмірге, сен ескі өмірден жаңа өмірге секіруіңді квантовый скачок деп атайды. Яғни, егер сіздер квантовый механика, квантовый физика ұғымынан алып қарайтын болсақ, яғни біз бәріміз осы кванттық кеңістікте өмір сүреміз. Қазірдің өзінде сол мен өзімнің сабақтарымда үйрететіндей көзімізді жұмып, дәл қазір мен сіздерге түсіндіретін боламын квантовый скачокты қалай жасау керектігін. Яғни дәл қазіргі сәтте сіздің қалаған өміріңіз тұр, ол туралы сәлден кейін айтам. Яғни өміріңді түбегейлі өзгерту. Мен осы дүниені толыққанды зерттеп, кәдімгідей баспен кетіп зерттей бастадым. Квантовый скачок, квантовый механикаға байланысты, жалпы квант деген ұғымға байланысты бүкіл дәрістерді сатып алдым, қаншама. Яғни менің миым, мысалға біздің миымыз кішкентай кезімізде не көрдік, қандай ортада өстік, соған байланысты қалыптасады. Менің миымда қалыптасып қалған. Менің ми өткен шақтан бастау алады. Мысалға қарап отырсаңыздар, менің өмірімде 10 миллион теңге ақша, ол кезде мен мүлдем даже қолыма ұстап көрмеген ақшам. Жаңағындай әлемге бару, шетелге шығу деген менің үш иықтасам түсіме кірмейді. Мен даже бар көріп келген жерім Стамбул ғана болатын. 2008 жылдары мен Парижге барғам, бірақ оны жұмыс бабымен журналист ретінде барғам. Яғни мен ешқандай үлкен ақша көрмеген, ешқандай бренд тағып көрмеген, бренд киіп көрмеген, қарапайым адамнан енді мен жаңағы ақшалы адамға секіргелі тұрмын, иә. Содан кейін қазір мен сіздерге осы жерде толыққанды түсіндіретін болам. Квантовый скачок жасау үшін қандай жаңағы ережелерге бағынуымыз керек. Жамботалар, қараңыздар, дәл қазір
көпшілігіңіз страдать етіп егер шаршаған болсаңыз, үнемі қайғырып шаршаған болсаңыз, болмаса өміріңіз бір белгілі бір матрицаның ішінде қайталана беретін болса, ақшасыздықтан шаршап кеткен болсаңыз, яғни мен сіздерге қазір квантовый скачок жасаудың негізгі құпияларын түсіндіретін болам. Яғни ол үшін не істеу керек екен? Тек қана мұқият тыңдасаңыздар, хорошо? Сол кезеңдерде, яғни мен осы тәсілдерді пайдалану арқылы өзімнің өмірімді түбегейлі өзгерте алдым. Мысалға, мен армандадым 1 миллион подписчигім болса деп. 2018 жылы менің мүлдем даже инстаграм парақшам бар болғанмен аты көті дейді ғой қазақша айтқанда. Ода даже бірде-бір инстаграмда ешқандай публикация болмаған. Мен даже сторис деген не екенін білмейтінмін. 2018 жылы мен инстаграм парақшамды ашып дұрыстап жүргізе бастадым. И ровно 2019 жылы мен бір-ақ жылдың ішінде 1 миллион подписчикті жинап алдым. Қарап отырсаңыздар, яғни өзімнің қалауымды өміріме жұла бастадым. Сол жылдары мен мысалға армандадым телевидениеге ведущий болсам деп, сол арманым орындалды. Яғни қарап отырсаңыздар, менің өмірімнің барлығы кәдімгідей бір ғажайыпқа айнала бастады. Танысқым келген адамдар өміріме өзі келді. Мысалға, мен Ресейдегі осы СНГ-дағы ең мықты деген жаңағы спикерлердің барлығымен дос болғым келді. Бүгінгі күнде ол адамдардың барлығы менің айнымас досым айналды. Мысалға, мен әлемнің барлығын аралап, я помню 2019 жылы айтқанымды өзімне, осы әлемнің барлығын аралап, ақшадан қысылмай саяхаттап, Америка, Европа, қалаған еліме барып жүрсем деп ойладым. Мысалға, Қазақстанда 12 ай болатын болса, жылда 12 ай болатын болса, сол 12 айдың 4 ай ғана Қазақстанда болып, қалған 8 айын саяхаттап өмір сүрсем дедім. Сол арманыма жеттім. Қазір мен Қазақстанда өте реткі болам. Сіздер менің парақшамды тұрақты оқитын оқырмандарым білет. Үнемі мен жылына қаншама мәрте айлап шетелдерде өмір сүрем. Бір ай Америкада болам, бір ай Балиде болам, 1,5 ай, одан кейін 1,5 ай Дубайда өмір сүрем. Яғни әр жақтарда өмір сүрем. Қазақстанда соның 4-5 айында ғана мен тұрақты өмір сүреді екем. Одан кейін мен қалаған көлігімді, машинамды, барлығын өміріме спокойно шақыратын жағдайға жеттім. Одан кейін менің өмірімде қазір мысалға менің 3 ұйықтасам түсіме кірмеген осыдан 5 жыл бұрын менің қызым Америкада, Флоридада штатында оқиды деген вообще менің ол даже қиялымда болмаған нәрсе менің өміріме келді. Одан кейін мысалға мен екінші қызымның қазір Канадада білім алып жатуы да менің өмірімде 3 ұйықтасам түсіме кірмеген жағдайлар бола бастады. Яғни бірақ квантовый скачок жасау үшін мен қазір сіздерге осының нақты қағидаларын үйрететін болам. Мұқият тыңдап отырыңыздар. Және бұл қағидаларды мен өзімнің шәкірттеріме де түсіндіре бастадым. Егер сіздер осы қағиданы жасайтын болсаңыздар, онда сіздердің де өмірлеріңіз өзгереді. Қазір тыңдап отырыңыздар. Сол кезеңдерде менің де шәкірттерімнің өмірі күрт өзгере бастады. Мысалға, 8 миллион теңге тауып жүрген шәкіртім сразу 150 миллион теңге доходқа шығып кетті да. И Теңгіз деген Теңгіз Chevrolet компаниясымен үлкен келісімшартқа қол қойды. Либо болмаса, мысалға, ешқандай үйсіз жүрген маған 500 мың теңгені қарызға алып келген Айнұр есімді шәкіртім Қытайдан келген, мысалға 150 миллион теңгеге Алматы қаласынан өзінің қалаған пәтерін, 4 бөлмелі пәтерін сатып алды. Одан кейін Айнұр жаңағы Қытайдан келген кезінде даже азаматтықты алмаған адам аз ғана уақыттың ішінде азаматтықты да алды. Әлемнің 10 мемлекетіне саяхаттады, Швейцарияға, Испанияға, Италияға, барлық мемлекеттерге барды, Дубайға. Сонымен қатар Айнұр Джо Диспензаның Швейцариядағы ретритіне да барды. Мұндай оқиғалар өте көп. Яғни ол үшін жамботалар квантовый скачок жасаудың негізгі ережелері бар. Сол ережелерді білсеңіздер. Енді мен сіздерге айтайын. Мен осы квантовый скачок деген сабақты бұған дейінде бірнеше мәрте сатылымға шығарып жүрдім, я. От души хочу, шын жүрегіммен айтайын сіздерге, өзімнің жалпы шәкірттерімнің квантовый скачок жасағанынан, я возбуждаюсь кәдімгідей, өзімнің шәкірттерімнің квантовый скачок жасағанынан мен кәдімгідей кайфую, одан рахаттанатын адаммын. Сондықтан мен түсіндіргенде сабағыма қатысқан адамдар білет, блять дейді ғой, бір до конца шегелеп адамның миына құйып сондай түсіндіретін адаммын. Өйткені мен өз ісімді шексіз жақсы көрем. Ісіме келгенде аса қатты перфекционист адамдардың бірімін. Өйткені бір нәрсені соңына шейін жеткізбесем, жаным жай таппайтын, өзімнен көрініп тұр, өте қызуқанды, өте эмоциональный, өте сонымен қатар эмоцияларын басқара алатын, өмірге құштар, оты көп адамдардың бірімін. Сіздер білесіздер, адам өмірдің бір кезеңдерінде, жалпы қазір квантовый скачокқа байланысты бір дүниелердің бірі, адамның әрдайым ішінде оты зажигать етіп тұру керек. Адамның көзінде
от тұру керек, иә. Сіздер білесіздер, адамдардың көпшілігі, даже қазір 30 жастан асқан адамдардың өзінде оты өшіп қалған. Ешқандай өмірге құштарлықтар жоқ. Әйтеуір бүйтіп ілініп, денелерін сүйреп жүрген адамдарды көресіздер. Байқасаңыздар, иә. Сондықтан квантовый скачоктың бір жақсы жері, жалпы менің полемнің, менің сабақтарымның бір жақсы жері, мен адамдардың отын жаққанды обожаю. Прям адамдардың қайтадан өмірге құлшыныстары пайда болғанын, қайтадан желание пайда болғанын қатты жақсы көремін. Енді отты жағуға байланысты, жалпы квантовый скачок жасалу үшін, ол үшін адамның көзінде от бұрқ етіп жану керек. Сізде от қай уақытта жанады? Сіздің өмірге құштарлығыңыз жоғары болғанда, өмірді шексіз сүйген кезде, өз ісіңізді шексіз сүйгенде, сізде кәдімгідей бойыңызда шексіз от жанып жатады. Осы отты жағу үшін, жамботалар, қазір ең бірінші сіз өзіңізге не керек екенін біліп алсаңыздар. Пожалуйста, қазірдің өзінде мен осы квантовый скачок сабағымда 300-ден астам адам сатып алды. Уже әлі сабақ 23-ші наурыз күні болады. Бірақ менің адамдардың осы жылдардың ішінде қаншама адамдармен жұмыс істеу арқылы олардың маған деген сенімдерінің артқандығына шексіз бақыттымын. Сіздердің сенімдеріңізге үлкен жауапкершілікпен қараймын. Өйткені қазір адамдардың көпшілігі менің сабақтарымды сатып алуға өте қатты құмар. Жылдармен бірге қазіргі адамдардың уровені өте жоғары өсті. Адамдардың көзқарасы өсті. Уже мұғалімді таңдайтын жағдайға жетті. И осы жылдардың ішінде маған сабағыма келетін адамдардың көптігі қуантады. Енді қараңыздар, от келу үшін адамға ең бірінші жамботалар, сіз өзіңіздің не қалап тұрғаныңызды жан жүрегіңізбен ұғуыңыз керек. Мен өткен жолы пост жазған болатынмын, яғни ол постта айтқан болатынмын. Бірінші, біз өзгелердің қалауын орындаймыз. Өзгелердің қалауын орындау деген не? Елдікінде үйім болса, елдікінде ыдысым болса, елдікінде елге ұнаймын екен, яғни үйге диван алғанда көршілер не деп айтады, қонақтар не деп айтады, осындай мақсатта біз өзгелердің қалауын орындай бастаймыз. Одан кейін біз екінші өміріміздің кезеңінде балаларымыз үшін, әке-шешеміз үшін, немесе отбасымыз үшін жанталасамыз. Ал бірақ өзімізге не қалайтын десе, көптеген әйелдердің көпшілігі даже өзіне не қалайтынын білмейді. Ол сұраққа жауап бере алмайды. Даже оған сұрақ қойсаң, Жамбота, сен нені қалайсың десе, оның ішінде меңіреу тыныштық, өзі не қалайтынын даже білмейді. Сондықтан сіздердің көпшіліктеріңіз сабаққа келген кезде обязательно даже просто көршінің қалауы болса да бір қалауымен келсеңіздер. Өйткені сол қалауды табуларыңыз керек. Квантовый скачок деген кезде сіздердің нақты қалайтын дүниелеріңіз болғаны абзал. Квартира ма, машина ма, жоқ әлде тұрмысқа шыққыңыз келе ма, жоқ әлде жаңағы сіздің өміріңізде бір қалайтын бір лянг қалайсыз ба, обязательно өзіңіз. Менің проблемам, честно, лично менің проблемам, менде қалау жоқ. Яғни менде қалаумен все время, мен квантовый скачоктың негізгі закондарын білгенмен, у меня кішкене духовный жаққа қарай ауысып кетем. Көресіз, байқап жүрген шығарсыздар, парақшада Балида жүрем, үстіме бір 10 мың теңгенің, 7 мың теңгенің көйлегін киіп алып, либо болмаса Қытайда жүрем. Мен аса қатты материальный мирге аса қатты қызықпадым. Но Құдайға шүкір, материальный мирге қызықтыратын менің қасымда, екі жағымда екі қызым тұр. Екі қызым, мысалға, біреу жаңа Америкада оқимын, маманандай киім кием деп маған, біреу мағанандай оқуым ақшасынандай деген кезде, мен автомат түрде солардың қалауын орындаймын деп жүріп, ағайын туысқанға көмектескім келді, ата-анама көмектескім келді, солардың қалауын орындаймын деп жүріп, мен мысалға өзімнің материальный мирге жоғалып кетпедім. Әйтпесе, егер менің сондай жан-жағымда менен спрос алатын адамдар болмаған кезде, мен полностью неге барып, орманға барып, либо болмаса үңгірдің ішінде өмір сүретін адамдардың бірімін. Өйткені мен өз қалауымды жылдармен бірге өлтіріп жібергенмін. И мен ол қалауымды ақырын оятып келе жатырмын. Сөйтіп, мен мысалға ойлаңыздар, қаншама 1 миллиард теңге дегенді давно тауып тастағамда, мысалы сонша ақша тауып жүріп, квартираны 2025 жылы бірақ алдым. Неліктен? Өйткені менің айналамда қаншама адамдар маған, мысалға, әпкелерім, туысқандарым барлық айтты, Мақпал, сенің квартирасыз жүргенің, например, ыңғайсыз, біз ұяламыз деді. Қалай сен квартирасыз жүресің? Өйткені менің ішімде бір квартира алсам деген шын қалау
болған жоқ. Яғни оны мен сіздерге шын жүрегіммен айтып тұрмын, өйткені менде бір квартирам жоқ екен ғой, сол үшін мен ущемленныймын, сол үшін мен жаңағы өзгелерден кеммін деген сезім болған жоқ. Мен ақшамның барлығына әлемді аралап жүре бердім. Менің бір слабостым бренд заттар болды. Яғни көп сумкалар, көп брендтер ала бердім. Одан кейін мысалға менің қалауыммен все время проблема. Өткен жолы осы туралы мен жақында бір подкастқа шықтым орыс тілінде. Сол кезде сол подкастта әлі жарық көрген жоқ, менен сұхбат алды. Сол подкастта осы туралы әңгіме айтқан болатынбыз. Яғни у меня проблема с желаниями, ребята. Орысша айтайын. Менде желание табу өте қиын. Сонымен қатар, мысалға, мен қанша жас кезімде, например, машина айдап жүрдім, мен 10 жыл болды рульге отырмадым. Одан кейін арасында бір-екі отырдым да, ол машиналарды өзімнің оқырмандарыма ойнатып жібердім. Ондай бір машинаға қызығу, рульге отыру қызығу деген менде мүлдем болған жоқ. Маған, мысалға, қаншама адам айтты, машина алсай. Наконец-то мен жақында ғана алдым, өйткені уже қаланың ішінде қатынау үшін алдым, баратын жерлеріме бару үшін. Сондықтан заттарым моншаға барсам артында тұрсын деген. Сондықтан мен сіздерге айтайын, у меня проблема с қалауым, яғни желаниемен проблема бар. И жақында маған айтты да, сіздің неге жігітіңіз жоқ? Өйткені менің абсолютно шын жүрегіммен айтайын, жігітке байланысты менің өмірімде еркек жоқ деген страдание бір аса қатты болған жоқ. Өйткені менің өмірімде бір кездесетін мимолетный еркектерім болғанмен, өзімнің өмірім устраивает. Бала шағам қасымда, әлемді аралаймын, саяхаттаймын, өмір сүремін. И мен ойлаймын да, қазір менің өміріме еркек келетін болса, онда мен осы өмірімнен айырылып қалатын сияқты ішімде қорқыныштар болды. Енді 5 жыл болды ажырасқаныма. Наконец-то мен жүрегімді ашқалы, жаңа тұрмысқа шығуға, болмаса ер азаматпен тұрақты кездесуге деген желаниелерім енді оянып келе жатыр. Енді бұның бәрін не үшін айтып жатырмын? Квантовый скачок жасау үшін Жанбота өзім өміріме қарай өтіп, өз өмірімді айтып кете береді дейді. Обязательно қалауыңыз болу керек. Екінші дүние, ол қалауды қалай жұлып аламыз. Мен сіздерге жаңа бір құпияның шетін айттым. Қазір сіздерге интересно ма, маған плюс басып қойыңыздар. Мен қазір су ішіп алайын. Арука, маған су әперіп жіберші жаным. Жақында менің парикмахерім айтты, сіздің шашыңыздың качествосы су бар ма? Қандай күшті деді. Мақтанып қойыншы сіздерге. Плюс басып қойыңыздар, егер сіздерге қызық болатын болса, әрі қарай айтамыз қазір. Квантовый скачокты жасаудың нақты қағидаларын айтатын болам қазір. Қыздар. Мен қайтадан сұлу болып бара жатқанымды айтып қойсаңыздар, вообще күшті болып кететін еді. Оның құпиясын скоро айтам. Байқадыңыздар ма? Реңім, ажарым кіріп атқан. Су беріп жіберші маған, Арука. Бір киноға асығып отырмын. Сол үшін сіздерге тез айтып отырмын, әйтеуір. Мына жақтан бетімді ұстап отпасам ше, фильтр кетіп қалады. Жаңа сөйтіп. Міне уже кетті фильтр. Қараңыздар енді. Қараңыздар. Өзімше сұлумын деп қойсаң, еще бетіңе фильтр қойып аласың. Кеттік ары қарай. Қыздар жігіттер. Сонымен жаңағы сіз обязательно міне 23, 24, 25 март күндері мен наконец-то өзімнің легендарный квантовый скачок деген курсымды өткізем. Қараңыздар, бұл курсты мен жылына 2 рет өткізем. 2 рет деп айтқасым. Осы жақында өткізетін болам, одан кейін мен жылдың аяғында өткізуім мүмкін. Енді сол курсты квантовый скачок курсы небәрі 10 мың теңгеге сатылымда. Егер сіздер алам десеңіздер, міне төменге мен номерді салып қойғам. 706-644-95-16 деген нөмір. Енді квантовый скачок жасау үшін сіздің өміріңізде, яғни ескі өмірді артқа тастап, сіз қалаған өмірге жетуіңіз үшін обязательно сіздің қалауыңыз болу керек. Екінші дүние, көп деген адам түсінбейді, менен сұрайды. Мақпал Қаратай, квантовый скачок деген не деп ойлайды? Жанбота, квантовый скачок деген адамның внезапно байып кетуі. Либо адамның, ауырып жатқан адамның рактан жазылып кетуі. Либо өмір бала туамайды деген адамның екіқабат болып қалуы. Тағдырдың тосын сыйын квантовый скачок деп атайды. Егер сіздер осындай бір өміріңізге күтпеген, жаңағы Джо Диспенза айтады өзінің сабақтарында, квантовый скачок сені
шокировать етіп келу керек, сенің өміріңде шок қылу керек деп. Кәдімгідей сен неужели осының бәрі менің өмірімде болып жатыр деп жылауың керексің деп. Мен сіздерге айтайын, мен Нью-Йоркке барған кезімде, түнгі Нью-Йоркте келе жатқан кезде мен кәдімгідей тоқтамастан 2 сағат солқылдап жыладым. Өйткені неужели бұл менің реальностім дедім де. Өйткені мен мұндай өмірді даже армандаған да жоқ едім ғой деп жылаған моменттерім болды. Одан кейін Лос-Анджелеске барған кезде, аллея слабыйда 3 баламмен келе жатқан кезімде, неужели мен осындай өмірді өзіме жасай алдым деп талай мәрте мен ағыл-тегіл жылаған моменттерім өте көп болды. Сондықтан сіздер осындай жаңағы өзгешелікті өздеріңіздің өмірлеріңізде аласыздар. Енді жасау үшін не істеу керек? Біріншіден, жанботалар, қараңыздаршы, сіз таңертең, мен соны 2017 жылдары байқай бастадым. Яғни таңертең ұйқыдан тұрған кезде апатический состояниемен ұйқыдан тұрамыз, көптеген. Ең алғаш мен осы состояниемен күресуім сол кезде басталды. Ол ұзақ процесте болдым, бірақ сол кезеңдерде апатический состояниемен тұрасыз, уже сіз өзгелермен өзіңізді салыстырып тұрасыз, либо болмаса сіз ұйқыдан тұрғанда өзіңізді автоматты түрде бейшара сезініп тұрасыз. Әлемнің бәрі бақытты сияқты, сіз ғана бақытсыз сияқты, сіз ғана қалып кеткен сияқты, сондай сезімді уже киіп сіз тұрасыз ұйқыдан. Либо болмаса бір қазір ақша болмай қалатын сияқты, әрі қарай сізді жаңағы болашақта бір қиындық туындайтын сияқты қорқынышпен тұрасыз ұйқыдан. И сіздердің іштеріңізде, жанботалар, сезімдер бар. Джо Диспензаны мен Америкада ретриттарына бардым. Джо Диспензаны мен өзім шәкіртімін деп есептеймін, өйткені көптеген сабақтарына қатыстым, өзін живой көрдім. Сол кезеңде Джо Диспензаның керемет сөзі бар. Яғни адамның барлығы магниттік күшке ие. Представьте, қазір осы сөзге просто құлақпен естімей, бүкіл тәніңізбен естіп көріңізші мен айтқан сөзімді. Яғни сіздердің барлықтарыңыздың тартылыс күшіне иесіздер. Енді сіздердің ішкі әлеміңізде қандай сезім күнделікті сізден ішкі әлеміңізде жүреді, қандай сезімдер? Біздің ішкі кеңістігіміз бар, ішіміз бар. Ол ішімізде біздің ойларымыз бар, біздің реакцияларымыз бар, восприятиямыз бар, установкамыз бар. Яғни біз ішкі әлемнен тұрамыз. Сол кезеңде сіздің ішіңізде қандай, сол болып жатқан процестерге байланысты сіздің ішіңізде сезімдер бөлініп атады. Либо сіз өзіңізді бейшара сезіну сезімі, либо жертва сезіну, либо қорқу сезімі. Яғни сол сезімдердің барлығы мынау квантовый поледе дәл қазір әртүрлі энергетический слойлар тұр. Сіздегі сезім соған сәйкес жаңағы оқиғаларды өміріңізге тарта береді. Осы кезеңге 2018 жылы ғой деймін мен, сенің ішкі әлемің қандай, сенің сыртқы өмірің дәл сондай деген түсінікті алған кезде, мен кәдімгідей ол түсінікке ерекше таң қалдым. Значит, мен сыртқы өмірден емес жауапты өзімнің ішімнен іздеу керектігіне үңіле бастадым. Яғни менің егер ішімде өмірден түңілу, өмірден баз кешу, қайғыру болатын болса, мен сол оқиғалардың барлығын қайта өміріме тартып жатқанымды ұқтым. И Джо Диспензаның ретритінде керемет сөз бар, яғни сенің фокусың, вниманиең қайда кетіп жатыр дейді. Яғни сен не нәрсеге көңіл бөлесің, сол нәрсеге сен өзіңнің энергияңды бөлесің. Автомат түрде көңіл кеткеннің барлығына энергия бөлінеді, ал сен энергия бөлінген дүниенің барлығы дейді материализоваться етеді. Яғни оның барлығы ақиқатқа айналады. Осы дүниелердің барлығы менің өзімнің ішкі жауапкершілікті алуыма алып келді. Яғни көпшілігіңізге айтқым келеді. Жауапкершілікті алу деген сіз өзіңнің ішкі состояниеңе жауапкершілікті алу болып табылады. Сонымен енді квантовый скачок жасау үшін мен жаңағы сабақтарда қалай жасатам? Біріншіден, адамдарды таңертең, мысалға сіздің қараңыздар, жанбота, мен бұл нәрсені сіздерге 1000 рет айтқан болатынмын, мен миллиард рет айтуға дайынмын. Пока сіздің миыңыз қабылдамайынша қайталап айта берем. Мысалға, сіздің, например, 3 бөлмелі пәтер алғыңыз келеді. Аузымнан түкірім шашылып кетті ғой. 3 бөлмелі пәтер алғыңыз келеді делік та. Мынау орындықтың қалай жылжиды. 3 бөлмелі пәтер алғыңыз келді делік. Нормально. Біздің көпшілігіміз өзіміздің желаниелерімізден қатты қысыламыз. Өйткені біз как будто оған лайықсыз сияқтымыз. Мысалға біреуге ғашық болып қалсақ, ол бізге қарамайтындай лайықсыз сияқтымыз. Либо бір жақсы үлкен зәулім үйді армандасақ, оған біз лайықсыз сияқтымыз. Либо біздің ішіміздегі ең құртатын дүние, біз
лайықсыз болып есептейміз. Мысалға, әлемде мен қаншама адамдарды көрдім. Мысалға, мен өзімнің айналамда үлкен успех жасаған адамдар бар. Үлкен ақшаға жеткен. Бірақ мен оларды талантты, немесе оларды жаңағы бір білімді деп айтамаймын. Ол адамдарға қарағанда анағұрлым білімді, анағұрлым талантты адамдар танимын, бірақ қалтасында көк тиыны жоқ. Неліктен? Себебі мына адамдардың көпшілігі өздерінің жаңағы лайықтымын деген сезімдері жоғары болып табылады. Яғни они позволили себе. Я позволяю себе быть богатой. Я позволяю себе быть красоткой. Я позволяю себе иметь то, что имеют другие деген наглости ала алды. А мыналар ала алмайды наглости. Слишком скромные, слишком жаңағы елдің көңіліне қарағыш, слишком честные какие-то. Сондықтан сіздерге осы наглости ешкім Жанбота кем емес осы нәрсені толық түсінсеңіздер екен. Яғни осы наглость алуларыңызға тура келеді. Наглость. Иметь, я тоже имею, я тоже достойна от по праву рождения деген ішкі сезімді алсаңыздар. Енді осы сезімді алғаннан кейін мен сіздерге айтқым келеді. Жаңа айттым, адамның ішінде бөлінетін сезімдер бар деп, иә. Ал квантовый скачок жасау үшін мен не істеймін? Таңертең, мысалға, сіздің А точкаңыз бар ғой, жаңағы Б точкаңыз бар. А точкаңыз қазір сіз қарызсыз, қиналып жүрсіз, ақшаңыз жоқ, көк тиыныңыз жоқ, неважно. Ештеңке маңызды емес. Құдайға шүкір 23 үшін шыдаңыздар. Мен сіздерді сол айтылған дүниені бірге-бір орындасаңыздар, сізді мына Б точкаңызға жеткізетін түсініктің бәрін сіздерге қолмен қойғанда ежіп тұрып, қазақша айтқанда түсіндіріп беремін. Қазірдің өзінде ұғындырып отырмын. Қараңыз, А точкаңыз бар. Мынау А точкам менің. Міне. Қазір ақшаңыз жоқ, сіз кредиттасыз, арендасыз, квартираңыз жоқ. Мынау сіздің Б точкаңыз. Б точкаңызда сіз 3 бөлмелі үйлі болғыңыз келеді. Мына точкаға жеткен кезде, басқа бір Б точкаңызда сіз мына Б точкаға жеткен кезде 3 бөлмелі үйлі болғыңыз келеді. Енді сіздің қазір А точкада сезінетін состояниеңіз бар. Таңертең Жанбота ұйқыдан тұрғаннан бастап кешкі сағат ұйықтағанға дейін сен қандай состояние сезінесің? Апатия, өмірден түңілу, депрессия ма? Сен сол өмірді шақыра бересің деп айттым ғой. Енді сен мынаған жеткен кезде, мынау үйлі болған кезде не сезінгің келеді, Жанбота, айтшы. Дәл қазір сол сезімді сезініп көрші, менімен бірге отырды. Міне үйге жеттің. Жеттің үйге. Ғажап, сен өз үйіңде жүрсің кәдімгідей. Денеңмен сезіну керек, Жанбота. Яғни просто мимен, мен миллионермін не емес. Тело должен говорить, да деу керек, тело. Өйткені тело станет разумом деген Джо Диспензаның сөзі бар. Яғни сенің тәнің я деген сөзді айту керек. Мынау тәнмен сенің миың келісімге келу керек. Сол үшін тело должно говорить. Енді қара, сенің тәніңмен сезініп көр. Қазір мен сіздерге тәнмен сезінуді үйретем. Мұқият тыңдайыңыздар. Міне А точкаңыз сіздің үйсіз, күйсіз жағдайсыз. Б точкаңызда ұялмаңыз. Елдің бәрінде проблема бар. Нормально ол. Енді Б точкаңыз сіздің жаңағы үйге жеткіңіз келіп тұр. Соған жеткен кезде сіздің состояниеңіз қандай болады? Сол сезімді, представьте, таңертең тұрғаннан бастап, раз сіз магнитсіз, ақыры магнит екесіз, онда соны сезініп көрейік. Ақыры делать нечего, ақыры қайғырып жатсыздар. Мен сіздерге айтайын, мен 1 миллиард теңгені өміріме қалай шақырдым? Көк тиыным жоқ. Кругом қарыз, қиналып жатқан кезде, ой, ақыры қиналып жатырмын. Елдермен жүргенше, қазір мен сіздерге 1 миллиардтың оқиғасын либо ертең жазам, либо қазір айтам. Қалай жасадым? Яғни сол состояниені сезіне бердім. Енді қараңыздар. Мұқият тыңдаңыздар. Мысалға, 2022 жылы менің өмірімде полный бір 21 жылдары бір хаос болды. Менің өмірімде, мысалға, ажырастым, мен туралы өте көп газеттерге жаман ақпараттар шықты, өте көп журналдарға шықты. Яғни, менің өмірімде бір қиын моменттер болды. Сонда 22 жылдарда мен кішкене өмірмен сол кездерде күресіп жүрдім. Ойладым, өмірде күресу керек, жанталасу керек, яғни ақша табу үшін. Сол 22 жылдары, мысалға, мен ақшасыз қалған кезімде, көк тиын жоқ жатқан кезімде ешкімді көрмейін деп шештім. Адамның өмірін өзгелер ұрлайтынын толық ұқтым сол кезде. Яғни менің уақытымды ұрлайтын, менімен просто так сөйлесіп, сағаттап уақытымды алатын адамдардың барлығын кестім да, наконец-то нахрен өзімнің өміріме көңіл бөлейін дедім. Біреулермен сағаттап шай ішу, біреулермен сапырылысып өсек айту деген бәрін жаттым да, мен кәдімгідей 2 ай бойы, 3 ай бойыма отырып алып күнде медитация жасадым. Күнде, кәдімгідей өзіме сол Б точкасына келген киімді киіне бердім. Егер менің 1 миллиард теңгем бар болатын болса, мен өзімді қалай сезінем? Осы каково это? Осы сұрақты қойыңызшы. Например, біздің барлығымыз мына өмірге келген кезде, Жанбота, мына өмірді познать ету үшін келдік,
жалпы біз бала кезімізде бізге өмір бір исследовательский қызық болатын. Судың дәмі қандай, мынау не, мынау нәрсе деген не деген сияқты, мынау не деген сияқты бүкіл заттарға қарап таңғалатынбыз да. Кейін біздің әбден жылдармен ұрылғаннан кейін, әбден жылдармен біз таяқ жегеннен кейін өміріміздің бір кезеңінде келдік та, біз осы познать деген дүниені жоғалтып алдық. Бұл жайлы мен өзімнің сабақтарымда сол познатьты до конца жизни как не терять айтатын боламын. Енді қараңыздар, дәл қазір сіз өзіңізге егер сұрақ қойыңызшы, каково это деген. Сонда ғана сіз жаңағы мен бақытсызбын, үйлі болғым келеді деген позициядан сіз познавательный, яғни исследовательский позицияға ауыстыңыз. Мысалға, каково это, мен өз үйімде тұрған қандай болады екен? Алла тағала маған көрсетші. Либо өзіңнің сәбиіңді сүйген қандай болады екен? Либо мысалға мен қазір хочу познать, екінші рет тұрмысқа шыққан қалай болады екен? Либо мысалға мен біреудің өгей шешесі боламын. Өгей шеше болу деген қандай болады екен? Сол сияқты познать деген позицияға ауысып көріңіздер. Сол кезеңдерде мен өзіме сұрақ қойдым. Каково это 1 миллиард теңге тапқан қандай болады екен деп сұрақ қойғаннан кейін, расымен де 2023 жылы менің өміріме 1 миллиард теңге келді, яғни ол жерде Джо Диспензаның айтатын дүниесі, сенің қалауың сені өзі іздеп келу керек. Яғни мүмкіндіктер сені өзі іздей бастайды. Енді қараңыздар, қазір мен сіздерге айттым, бірінші қалауыңыз таптыңыз, екінші сіз өзіңіздің А точкаңыз бен Б точкаңыз бар. Б точкаңызда қандай сезім сезінесіз, тура сол сезімді таңертең тұрғаннан кейін күнделікті сезіне беруіңіз керек, Ақыры сіз магнитсіз. Енді сіздерде маған мынандай сұрақ туындауы нормально, өйткені көбіңіз айтуы мүмкін. Мақпал Қаратай, менің төбемде кредит төніп тұр. Мақпал Қаратай, менің төбемде проблема тұр. Мен қалай сезінем? Яғни менің миым сол проблемалардан босамай жатыр. Мен жаңағы өмірден баз кешіп жатырмын. Мен осы денем әбден, ойлаңызшы, адамдардың денесі 40 жыл, 50 жыл страданияға үйреніп кеткен. Қорқуға, үнемі баз кешуге үйреніп кеткен. Мен ол легкость сезімін давно ұмытып қалдым. Әбден страданияға тело стало разумом. Я уже привыкла страдать. Как мне прочувствовать возвышенное состояние? Как? Осы сұрақты сіздердің қоюларыңыз мүмкін да. Мысалға қараңыздар, Жанбота. Мысалға, таңертең ұйқыдан тұрған кезде менің де жасым 46-та, 45-те 46-ға толам, менің де тәнім үйреніп қалған. Үнемі қорқып тұруға, стрессовать етуге, кортизол сезінуге, ақшасыз қалам ба деп. Өйткені менің отбасымда жалғыз асыраушы мен болып табыламын, 3 баламның. Сондықтан, мен балаларыма ақша табуым керек деген осы стресске тело не нәрсені жиі сезінеді, сол нәрсеге әбден дағдыланып қалады. Мысалға, біздің таңертең түсімізді жуғанымыздың өзі белгілі бір мөлшерде біздің бойымызға автоматизированный дағды болып қалады ғой, біз автомат түрде жуамыз кәдімгідей өзінің ескі нейрондармен. Либо болмаса біздің қалай ұйықтайтынымыз дағды болып қалған, қалай тамақ ішетініміз дағды болып қалған. Сол сияқты біздің жалпы тәнімізге страдать ету дағды болып қалған. Енді мен қалай возвышенный эмоцияны сезінем? Үнемі осылай, мен үнемі ауыр жүріп үйреніп қалғам. Мен легкость ұмытып кеткенім қашан дейтін адамдарға, егер сіздердің орталарыңызда сондай адамдар болатын болса, мен сіздерге айтайын, адам таңертең мысалға ұйқыдан тұрған кезде менде де иногда, очень редко ондай состояние болуы мүмкін. Яғни, бір өзінен өзі маған да плохо болып тұруы мүмкін. Мені ондай состояниеден шығаратын бір ғана құрал бар. Әлемде сен мынау заттардың күшімен сен состояниеден шығам деп ойлама. Сенің мысалы уақытша ғана, мысалға машина алдым, и маған хорошо станет. Либо менің өмірімде жігіт таптым, маған хорошо станет. Либо мен алтын сатып алдым, маған хорошо станет. Ондай жағдай уақытша ғана. Ал егер сен состояниеден всегда шыққың келе ме, Жанбота, онда медитацияны кәдімгідей өзіңнің дағдыңа айналдыр. Мысалға мен ұйқыдан тұрам, осы жылдардың ішінде медитация жасамаған күндерім өте аз. Менен айналамдағы адамдар сұрайды, Мақпал Қаратай, даже подругаларым сұрайды, қалай сен всегда стабильный, возвышенный состояние жүресің? Қалай сен стабильный, всегда үнемі қуанып жүресің? Қалай сенің энергияң бітпейді? Әйтеуір қашан көрсең саған бір рахаттанып жүресің? Неліктен? Өйткені ол состояниені әкеп тұратын маған медитация ғана. Жанботалар, егер медитация болмаса, мен де қайтадан сол баз қалпыма түсіп кетуім мүмкін еді, күнделікті таңертең тұрамда мен өзімнің
менің бірінші очередь состояниемді іздеймін. Егер менде возвышенный состояние тұрса, менде осы бір өмірге ерекше риза состояние, как будто бір көзім жанып, энергиям тасып тұрса, любой жасаған ісім менің ақша келе бастайды. Любой ісім оңтайынан бола бастайды. Мен возвышенный состояниеде, яғни осы состояниеде любой мысалға қалауым жылдам келе бастайды. Ал егер менде апатический состояние тұрса, не істесем де минусқа кетем. Не істесем де ақша табылмайды, өз-өзімді зорықтырсам да ақшам болмайды, өз-өзімді көтеніп жыртсаң да, қазақша айтқанда ештеңкең болмайды, анда барсаң да еш нәрсе болмайды. Яғни адамның ішінде осы возвышенный состояниені тауып алғаннан кейін сіздерге еш нәрсе қиын болмайды, жанботалар. Ол үшін енді возвышенный состояние табу үшін ең бірінші медитация керек дедім. Екінші не керек? Ол нәрсені білгілеріңіз келе ма? Қазір плюс қалдыра тұрыңыздар, мен су ішіп жіберейін. Бетіндегі фильтр кетті. Енді кеттік бар қарай. Түсіндік, қызықты ма, или разбор жасаймыз ба? Мынау маған подарка. Жақында беріп еді. Ал. Кеттік па, қыздар, жігіттер? Сонымен өміріңе поток келу үшін, мен сіздерге айтайын, ақша келу үшін возвышенный состояние керек. Міне мен қазір көрініп тұр ғой, что меня прет. Мен кәдімгі энергетический, кәдімгі жоғарғы вибрацияда отырғанымды көріп тұр. Чистка жасамаймын, жанботалар, эфирде. Енді яғни осындай состояниеде сен хоть любой нәрсе болса да сен шығуға дайынсың. Осы состояние керек, әрі қарай осы состояниені қалай табамыз? Қазір әрі қарай кеттік, дальше кеттік. Осы состояниені қалай табамыз? Возвышенный состояние. Қараңыздаршы, міне сымбат. Міне сымбаттың жазғанын оқыңыздар. Сүйікті ісіммен айналысқым келеді дейді. Ал енді сүйікті ісіңмен айналысқым келсе, жанбота сымбат, сен оны өзіңнің арманыңды, неліктен оны бір трагедияға айналдырып, сүйікті ісіммен айналысқым келеді деп жылаған смайлик сақ қоясың. Неліктен адамның арманы оның өмірінде қайғысына айналу керек? Айтыңдар, жанботалар. Каспер не найден? Каспер не найдете? Қазір мен сіздерге, қыздар, жігіттер, мен қазір айтайын. Міне, мен сіздерге айтайын. Сабаққа, осы квантовый скачок сабағына 3-ақ мың адам қатысады. Міне, 706, 644, 95, 16. Ол ровно 23, 24, 25 март күндері өтеді. Менің өзімнің тарапымнан сіздерге 100% қатып қалды ма? Айко, Толик. Қатып қалған жоқ па, айта салыңыздаршы. Толик қатып қалған жоқ па, көрші? Өйткені маған звондап отыр. Айтшы, Сандуға звондамасын, эфирде отыр деп. Енді қараңыздар. Қазір мен сіздерге возвышенный состояниені айтам. Қатқан жоқ па, маған кері байланыс берсеңіздер? Норме. Мен өзімнің тарапынан не обещать ете аламын сіздерге сабақтың? 10 мың теңгеге сіздер миллиардтаған құны бар сабақ алатындарыңыз сөзсіз. Өйткені сіздер білесіздер ме? Души, егжей, тегжейіне шейін түсіндірем. Одан кейін мен сіздерге ол жерде 3 күндік авторский медитациямды сіздерге жасататын боламын. Яғни сіздің состояниеңіз көтеру үшін медитацияны бірге жасайтын боламыз. Менің Құдайға шүкір, Алла тағаланың берген қасиеттерінің бірі, яғни даусымда сондай күш бар. Адамды оятатын, орнынан тұрғызатын, возвышенный состояниеге жеткізетін, адамға бір ерекше күй сыйлайтын, сондай дауысты маған Құдай дарабат еткен. Сондықтан менің медитациямды тыңдаған адамдардың барлығы үлкен түсінік алдық. Сіздің медитацияңыздан кейін ояндық, сіздің медитацияңыздан кейін теневая сторонам шықты. Әртүрлі маған күнделікті кері байланыс келеді. Енді қараңыздар, жанботалар, яғни менің өзімнің тарапынан сіздерге 100% уәде беретін дүнием, ол сіздердің состояниелеріңізді возвышенныйға көтеріп берем. Обязательно өзіңіздің сабаққа дейінгі күйіңізді наблюдайте. Сабаққа дейін қаншалықты апатический болсын, қаншалықты өмірден баз кешсеңіз де, қаншалықты страданиеде тұрсаңыз да, не важно.
Сабақтан кейінгі күйіңізбен екеуінің разницасын сіз көресіз. Жер мен көктей разница болады. Яғни сабақтан кейін сіз бала кезіңізде сезінген қуанышты себепсіз, тірі болғаныңыз үшін қуанышты, яғни өмірге деген шексіз құштарлықты көзіңіздің жанғанын көресіз. Егер айтылған дүниені обязательно 100% орындап шықсаңыз, мен сіздерге алгоритм беремін. Бірінші жамботанан жасайсың, квантовый скачок жасау үшін, екінші нан жасайсың, үшінші нан жасайсың, төртінші нан жасайсың деп. Мен сіздерге четкий, кәдімгі нақты жолын беремін. Сол нәрсені бірге бір жасап шыққаннан кейін, обязательно сіздің өміріңізде 100% мен оны сабақты 1045 рет өткізгем. Бір апта деген кезде өміріңізде крошки пайда болады. Яғни сіздің өміріңізде күтпеген өзгерістер пайда бола бастайды. Күтпеген жерден сізге біреу ақша салып жібереді, күтпеген жерден сізге бір танысыңыз жұмыс предлагать етеді. Яғни қарапайым ұсақ түйектен сіздің өміріңізге өзгешеліктер, ғажайыптар есігі ашыла бастайды. Енді сіздің міндетіңіз осы кезде көбірек шүкіршілік айтсаңыз, сіз үлкен квантовый скачокқа обязательно секіретін боласыздар. Сондықтан әрқайсыңызға тапсырма. Сабаққа келген кезде өзіңіздің нақты желанияңызбен, материальный желанияңызбен келсеңіз. Яғни үй, машина, тұрмысқа шығу, балалы болу, неважно. Өзіңізге қалайтын, даже Луи Виттон сумка аламын десеңіз де, неважно. Бір желаниямен келесіз. Одан кейін мен сіздерге соның нақты жолын көрсететін болам. Және мен сіздерге 3 күн авторский медитациям арқылы Құдайдың құдіретімен маған сондай дауыс берген деп айттым. Яғни сіздің состояниеңізді возвышенный состояниеге жеткізіп беремін. Кәдімгідей кеудеңізді атқақтаған қуаныш сезімі, ішіңізде прям деген рахаттанған сезім оянатын болады. Ол 100%. Енді сабаққа қатысқандар біледі. Возвышенный состояниеден кейін сіздің өміріңізге обязательно өзгешеліктер келе бастайды дедім. Адам өзінің қалауын возвышенный состояниемен 100% жұлып алады. 100%. Енді қазір сіздерден мынандай сұрақ туындауы мүмкін. Қалай сонда жұлып алады, онда елдің бәрі бай болып кетпей ме? Жамбота, елдің бәрінің қалауы үлкен дүниелер емес. Біреу үшін 1 миллион теңге үлкен қалау болып табылады. Біреу үшін 10 миллион теңге ол үшін үлкен биік шың болып табылады. Әркім өзінің қазіргі отырған деңгейінен өседі. Біреу үшін 100 миллион теңге үлкен қалау, біреу үшін миллиард қалау, біреу үшін Lamborghini қалау, біреу үшін просто Nexia қалау болып табылады. Әркім өзінің қалауына сәйкес 100% жұлады. Қалауды қалай табу керектігін, қандай қалаулардан бастау керектігін мен сабақтың барысында сіздерге түсіндіретін болам. Энергияңыз көбейеді, көзіңіздегі отыңыз жанады, мен сізге айтайын, состояниеңіз ерекше ғажайыпқа бөлінеді. Енді сол возвышенный состояниені табу үшін Жамбота тағы бір құпияны мен сіздерге бүгінгі сабақтың барысында айтқым келеді. Яғни адамның жүрегі ашылуы тура келеді. Өйткені бастан түсіп, біз басты мекендейміз, ойлардың ішіне кіріп кеткенбіз, слишком много анализируем, либо болмаса біздің ойларымыз үздіксіз голос в голове бізге сөйлейді, біз соларға вовлекаемся, реакция береміз, яғни өзіміздің басымыздағы дауыстарға сеніп қалатын болсақ, ал сіз сол жүректен шектеулі бас, шексіздікке қарай өтетін боласыздар. Сондықтан бастан жүрекке өту техникасын, жүректің көзі ашылса дейді, Абай айтады, қақтықтың түсер сәулесі. Қақтықтың сәулесі деген божественный энергия, яғни қақтықтың сәулесі. Сол божественный энергияны, сол сізге возвышенный состояние алып келетін божественный энергия болып табылады. Сол энергияны бойымыздан қалай сезінеміз? Ошоның керемет сөзі бар. Яғни, если вы хотите изменений, станьте пустым бамбуком, пустой бамбукқа айналыңыз. Абай айтады, жүректің көзі ашылса, қақтықтың сәулесі, бізге божественный энергия керек болып тұр. Сол божественный энергияға бәріміз коллективный жаңағы медитация жасап жететін боламыз. Медитация это визуализация екеуі бірге де бар бізде. Жүрек қатып қалған ғой, ашылады. 706-644-95-16 квантовый скачок, небәрі 10 мың теңге. Енді бұның барлығы дұрыс па, бұрыс па, Құдайым-ай, бұл деген исламға қайырсы емес па деген адамдар қатыспай қойыңыздар, Жамботалар. Өйткені медитация деген ол ғылыми, кәдімгідей нақты адамның миын тыныштандыратын, адамның жанын сауықтыратын құралдардың бірі болып табылады. Онлайн болады. Прямой эфирде өзім өткізетін болам, лично онлайн болады. Каспи бұл нөмірде жоқ, Аида Дажан, бұл нөмірде сіз жазасыз, сізге обязательно менеджерлар хабарласады.
Енді қазір сіздердің орталарыңызда квантовый скачокқа байланысты жалпы өмірін өзгерте алмай жүрген адамдар разбор деп жазыңыздар. 10-ақ мың теңге тұрады. 10-ақ мың теңге тұрады. И бірінші былай жазсаңыздар болады. Осы квантовый скачокқа қатысып, осы квантовый скачоктан өзіне квантовый скачок жасаған адам шықсаңыздар, мен сіздерге бір сыйлық беремін. Сабақ сақталады, бір аптаға сақталады. Яғни квантовый скачок сабағына қатысып, сол кезде скачок жасаған адам шықсаңыздар, мен сыйлығым бар. Айтпақшы, кстати, қандай скачок жасадыңыздар, сол қызық болады. Одан кейін, кстати, айта кететін нәрсе, адамдардың көпшілігі скачокты сол моментте жасайды да, одан кейін ұмытып қалады. Сол үшін жазып алыңыздар. 3 күн болады. 3 күн. 24-і, 25-і, 26-сы. 24-і басылады екен ғой, 23-і десем. 706 644 95 16 деген нөмірге хабарласыңыздар, е? Медитация любой уақытта. Любой уақытта. Номер тіркеліп тұр ғой, 706 644 95 16. Барлығыңызға көрінбей тұр ма номер? Керемет состояниеге ендім деген адамдар, квантовый скачокқа бұрын осы жерде қатысқан адамдар бар ма? Или өңшең новый адамдарға кіріп отырсыздар ма? Өкінбейсіздер, алыңыздар дейді. Кім қатысты, сол адам шықсаңыздар, мен пока УЗИ жанға разбор жасайын. УЗИ. Кстати, сәлематсыз ба? Саламатсыз. Не бар ғой, сіз білесіз ба, эфиріңіз сақталынып тұрады. Потом ренжімеңіз, ескерте кетейік, Иә. Өзіңіз көрсетсеңіз. Камераны түсіріп жіберсеңіз. Міне квантовый скачок. Квантовый скачок деген осы дейді. Есіміңіз кім? Айсұлу. Айсұлу ханым, иә? Неге УЗИ деп тұр парақшаңыз? Иә, УЗИ, мынау сондай рабочий менің нем. УЗИ ма кәдімгі? Хорошо. Айсұлу ханым. Дәрігерсіз, иә? По-женски, иә? По-женски, я акушер-гинекологпын және врач УЗИмін. Астана қаласында. Мен қатысқам осында, сіз келдіңіз ғой менде. Астанадағы кездесуге қатыстыңыз, иә? Иә. Қыстағы, иә? 6 январдағы, иә? Қалай енді сізге, ұнады ма? Ja, конечно. Божественное состояние сезіне алдыңыз ба? Әлде сезінем. Сезіндім, әлде сезінем. Ютубтағы барлық сабақтарыңызды қарап шықтым. Өзіме скачать етіп алдым, машинада қосып қойып, барғанша келгенше тек сонымен қазір жүрмін. Сізде, мынандай УЗИ ханым, сізде ояну басталып кеткен уже. Бірақ ана екі ортада жүрсіз, біресе хорошо, біресе плохо. Но сіздің мынау, короче, біресе сіз уже жаңағы жалғыздықтан кайф алуды үйреніп алдыңыз, оған жеткесіз, табиғаттан кайф алуды үйреніп алдыңыз. Но когда хорошо, жақсы болып қаласыз, плохо болған кезде қатты наплывпен келіп жатыр да плохо сізге. И прям жатқызып тастайтындай наплывпен кәдімгі ашып тұрады да кеудеңіз. Соны сезіп тұрмын қазір. До конца аламай жатсыз легкості. До конца 5-ға өтемайсыз. Біресе 3 измерениеде, одан 5 измерениеде, 3 измерениеде, 5 измерениеде, осы екі ортада жүрсіз, жамбыта. Айсұлу ханым, УЗИ ханым деп. Айсұлу ханым, УЗИ дегенге. Енді қараңыз, бұл не емес та, оңай емес, бірақ былай қарасаңыз оңай, былай қарасаңыз кәдімгідей табандылықты талап етеді да. Мына умның айтқанына кетіп қалмау. Сіздің жаңағы умыңыз әртүрлі қитұрқы әрекеттермен бізді алдайды, бізді жаңағы өмір жайлы қорқытады, бізді жаңа бейшара екенімізді айтады, либо бізге ұрады, сондай нәрселер бар да. Сіздің қазіргі ішкі жан дүниеңізде өте қатты өзіңізге ұрсасыз. Өте. Бар ма? Бар. Мен де жалғыз анамын, 2 баламен, сол подросток. Өз-өзіңізге расслабон бермейтініңіз сондай байқалады да. Расслабуха жоқ. Содан кейін андай біреуден қалып кеткен сияқты, давай, сен елдің бәрін психология оқып жатыр ғой, сен неге успехқа жетпей жатсың, сен неге болмай жатсың деген сондай бір қамшылауды қатты байқаймын.
мындай өзгелер жетіп жатыр ғой, сен неге болмай жатсың, сен ақыватсың ғой, андай өз-өзіңізге не бермей жатсыз, тыныштық бермей жатсыз. Оның да пайдасы тиді. Енді дәл қазір Айсұлу ханым дыханиеңізге назар аударыңызшы. Жүрегіңізбен өте жақсы контакт, жүрегіңіз тапқасыз, жүрегіңізге сезіңіз, ауаның кеудеңізге кіргеніне және сыртқа қарай шыққанына назар аударыңыз. Мен сіздің ішкі сезіміңізді мен сезіп тұрмын, бірақ өзіңіз сезіп тұрсыз ба? Қандай сезім көтеріліп тұр сізде? Тревога бар. Страх, тревога. Дышим. Жүрегіңізге қарай өтіңіз. Жылағыңыз келіп тұрған сезім жоқ па? Алыста тұр, адамдар өздерінің сезімдерінен қорқады, Айсұлу ханым. Когда біз өз сезімдерімізге четко қарап, даже страхқа да тіке қараған кезімізде, біз одан биіктей аламыз. Ёп, твою мать, кеш мен саған қарайын, ёпашам айтты. Короче, страғым менің. Либо менің ішімдегі жылағым келіп тұратын, мен өз-өзіме жылауға рұқсат берейінші. Когда біздің ішімізде көтеріледі ғой, мысалға біз, представьте, сосуд ретінде өзіңіз елестетіңіз, и сізде әртүрлі нәрселер көтеріліп жатады, секунд сайын. Біз адамбыз да, көтеріледі. Менде де көтеріледі да, мысалға, мен жылағым келіп кетуі мүмкін, либо мен қорқып кетуі мүмкін, либо баламды ойлап кетуі мүмкін шетелде жатқанда. Сондай моменттерде мен просто сіздерге үйреттім ғой оны, яғни сезімді өзімнен отдаляю. Это не я. Это мен негізі мәңгі өлмейтін часть, яғни мен осознанностьпін, наблюдательмін деп, солай өзімнен бөлемін да сезімдерді и учусь проживать. Сол моментте, мысалға, жылағым келіп тұр ма, жылап алам. И все, сезім не істеді? Кетіп қалды. Либо қорққым келіп тұр ма? Я қорқып тұрмын, қорыққанымнан қорықпаймын. Я позволяю себе қорқуға. Өзім қорқынышымды наблюдать етем. И қорқыныш не істейді? 5 минуттан кейін отпускай. Любой сезім өзі 5 минуттан кейін жіберу керек та бізді. И одан кейін мысалға менің болашақтан ақша таппай қалам деген қорқынышым келді ма? Я даю этому. Мысалға проживать етудің әртүрлі жолдары бар да. Мысалға біреулер жылап проживать ететін болса, мен кекірем, есінеймін, құсқым келеді, төлкір құсып тастаймын. Яғни сол проживать еткеннен кейін сосуд не болды? Бос болып қалды, пустой. Жаңа мен айттым ғой, жүректің көзі ашылса, қақтықтың түсер сәулесі. Яғни пустой жерге ғана Алла тағала жаңа нәрсені бере алады. Құдай саған пустотаға ғана жібере алады. Ал біз үнемі не нәрседен проживать етіп үйренбедік, сол нәрсе біздің бойымызда қатып тұр да. Біз қорқынышымыздан коммуницировать етіп, өзіміздің қорқынышымызбен байланысқа түспегендіктен, өзіміздің қорқынышта қатып, 1-2 күн жүреміз да. Либо болмаса, мен сізге терапияның тілімен айтатын болсам, мысалға, олар неде провалиться деп атайды. Например, сіз келе жаттыңызда, бір ямаға провалиться етіп қалдыңыз да, яма. И ол яма қорқыныштың ямасына кіріп кеттіңіз. И елдер шайлап жүріп қалады сол яманың ішінде. Либо страданияның ямасына түсіп кеттіңіз. Сода страданияда шайлап жүресіз да, а одан на самом деле айналдырған 1 күннің ішінде, 1 сағаттың ішінде шығып кетуге болады. Бастапқыда мен енді жылдам шығуды үйрене алмай қойдым. Кейін әбден өзімнің қорқынышымды барлығын проживать еткеннен кейін, небәрі маған мысалға бір ямаға түсіп кеткенімді көрем. Сол кезде 1 сағат достаточно, либо 5 минут достаточно болады. Просто проживать. Дыханияға оралыңыз қазір. Назарыңызды дыханияға аударыңыз. Алақаныңызға аударыңыз. Жан-жағыңызға қараңыз енді бөлмеңізге. Дәл қазір қорқатын ештеңке жоқ. Қалғанның бәрі міне. Яғни біз өзіміз даның ішінде тұрамыз, содан освобождаем. Психологический времяға кіріп кетеміз. Мысалға, мен, например, сізге қарапайым тілмен түсіндірейін. Мен осыдан 5 жыл бұрын прямой эфирге шығам да. Айсұлу ханым. Сол кездерде прямой эфирге шыққан кезімде, ол кезде мен Стамбулда тұрып атам. Прямой эфирге шығам, и мен сабағымды ешкім сатып алмайды. Прямой эфирге аз адам кіреді. И мен нервничать етем. Каждый раз күнде нервничать, 1 күн нервничать еткем, 2-ші күн нервничать еткем. Бірақ шыға бергем өз-өзімді қинап. Ақша керек болған, балаларымды асырау керек болған. Шыға бергем. И кейін менде сол прямой эфир деген не жазылып қалды, файл.
Енді қараңыз, мен прямой эфирді включаю, автоматом сол состояниеге не істеймін? Провалиться етіп кетемін. Кіріп кетемін да, автоматом либо я нервничаю, өйткені мен сол кезде адамдарға нервничать неге мен сабағымды алмай жатсыңдар, мен деген одушевить түсіндіріп жатырмын ғой деп, либо, короче, қорқамын, мәңка сатылмасам не істейді. Әйтеуір бір жаңағы сол яманың өзіне сәйкес жаңағы состояниесіне түсіп кете беретін болғам. Түсіп кете беретін автоматом. Яғни біздің сол состояниеге түсіп кетуімізге любой мелочь әсер етеді да, любой. Даже біреу, қазір Дубайда жаңағы не түсіпті деген, ядерный оружие түсіп, бітті уже. Кіріп кете береді. Адамдар үйреніп қалғанда сол состояниеге түсіп кетуге, больға, қорқынышқа, уайымға. И одан шығудың бірақ жолы, ол, конечно, дыханияға оралып, мына состояние тұрмын ғой, мен өзімді одан жұлып алуым керек. Дыханияға оралып, қазіргі сәтке жан-жағыңа қарау. Бояться здесь нечего. Қаншалық сен өзіңді шығара бересің, бұл үлкен процесті, и күндердің мыналар саған түк істей алмай қалатын болады. Сенің ішіндегі психологический болезньдерің қауқарсыз болып қалады да. Енді қараңыз, сізге, Айсұлу ханым, теланың сезімталдығын ояту керек. Именно. Қалай? Мысалға, мен айтайын сіздерге. Мынау тәне, біздің, мысалға, сіздің умыңыз көп адамдарға қарағанда оянды. Сіз өмірдің мәңгі емес екенін біліп қойдыңыз уже. Сіз уже өмірді басқаша сүргіңіз келіп жатыр қазір. Сіздің душаңыз оянды. Но ему надо помочь через тело, через разум, барлық арқылы көмектесу керек. Енді, қыздар, маған заттарымды әкеп беріңдерші, менің 1045 құралдарымды. Мынау тәндегі энергия бар. Телодағы энергия. Соны шығару керек. Сол телодағы энергияны шығарған кезде байқайсыз, сіздің бойыңызда қатты легкость пайда болады. Қазір сіз ауыр болып қаласыз. Қайта-қайта. Тәніңіз ауырлап қалып жатыр. Міне. Кетіп қалып жатыр. Тән ауырлап кетіп жатыр, иә. Мысалға, мен өзімнің тәніме не істеймін? Тыныштық бермеймін. Күні бойы, міне, басымды. Күні бойы мен кино көріп отырам ба, басымды уқалап отырам. Өйткені, мынау, қараңызшы Айсұлу ханым, мынау бас бар ғой, бастың терісі, мынау адамның, сіз дәрігерсіз ғой, білесіз ғой, адамның черепіне жабысып қалады. Иә, жабысып И қартайған адамдардың басы жабысып қалады. Сол ортасында не болу керек та? Ауа жүру керек. Қан жүру керек ортасында. Сол үшін мен тыныштық бермеймін. Осының арқасында менің шашым бар ғой. Кеше ғана мен мысалға шаштаразға барсам, алдың күндері маған шаштараз таңғалады. Сіздің шашыңыз қалай жалтырайды дейді, қалай свежий. Өйткені мен шашым осыдан өсіп кетті. Шаштың түсуі тоқтады. Міне, кино көріп отырмын ба? Тыныштық жоқ. Мына менің басым кәдімгідей қатып қалып бара жатты да, мен соны не істеп отырмын? Ортасын қанмен. Өзімнің тәнімен не істеп отырмын? Көмектесем. Таңертеңнен кешін оятам, тәнді оятып жатырмын мен енді. Менің миым и так та оянып қойған, душам и так та оянып қойған. Теперь менің телом, менің тәнім ауырлап кеткен. Абайдың өлеңі бар ғой, қартайдым, қайғы ойладым, кеудем ауыр. Яғни жылдармен бірге менің тәнім белгілі бір привычкаларға сүйеніп қалған. Ол қандай? Ол түске шейін ұйықтайды, тамақ жей береді, ауырлап кеткен, үнемі бүйтіп жүреді. Соны мен не істедім? Ояттым. Қазір мен ұйықтай алмаймын, түске шейін ұйықтайын десем де. И мен қазір наоборот бойымда энергия көп бұлқынып тұрады. Далада жаңа 10 мың шақырым жүріп келемін. Өйткені оны мен жылдармен оятып кеттім. Мысалға, мынау бұғақтың бәрін мен не істеймін? Ашам. Сонда мен қалған ба денем? Сіздің денеңізді ояту керек. Қазақтың әйелінің бәрін денесін ояту керек. И денені оятқаннан кейін сіз екінші, как будто сіз бар ғой, екінші бір дыхание алған сияқты болсын. Бонусқа мол энергия алған сияқты. Мен қазір көрініп тұр ғой, что менде бодрый. Қалай айтсам екен? Мендегі адамдардың бойынан өзгешелігім тірімін да. Живость, андай, живая энергия көп бойымда. Кәдімгі тірі энергия көп. Осыны тірілту үшін мен қанша сіз мен даже осыдан 3 жыл бұрынғы ютубта видеомды қараңызшы, мен андай живой болған жоқпын қазіргідей. Живая энергия, благодатная живая энергия. Соны тірілту керек. Міне мынандай таяқ бар. Мынаны табанның астына қоям. Табанның астына. Табанын көтеріп көрсет. Табанның астына қоям да. Қазір мен айналдырам табанның астында. Алақанға сияқты сіздерге көрсетейін. Міне. Үнемі менде әртүрлі. Мынандай тарақтардың неше атасы бар. Либо болмаса денемді ұрам. Міне. Тыныштық бермей, мен мысалға 1 жылдың ішінде денемді почти оятып алдым. Мен денемде қазіргідей күш жоқ болатын. Мысалға спортзалға барсам, қашып кеткім келеді, өйткені әлім жоқ.
әлім жоқ, ісім жоқ, әлсіз болып. Сізге де сол мынау айтылған нәрсеге толық мән беріңіз. Өйткені денеге уже не керек? Көмек керек болып тұр. Сол үшін мен қоймай жүріп денемді ұрып отырып оятып алдым. Қазір менің бойымда күш көп. Мен бұрынғыдай жата бергім келмейді. Атып тұрып үй жинап кетем, атып тұрып тамақ істеп кетем, атып тұрып. Сіздің жасыңыз қаншада қазір, Айсұлу ханым? 50-демін. 50-де сіз қазір осыны 1 жыл жасайсыз ғой? 1 жыл регулярность деген нәрсені жақсы көріңіз. 1 жылдан кейін сіз бар ғой, 25 жасыңызда алмаған күшті аласыз. Да, вы че? Мен шын айтайын сізге, мысалға мен қазір видеолар жазамын ғой. Кеше ғана мен ютубқа видео жаздым да, тоқтай алмаймын да, кәдімгідей мен бұндай энергиям 15 жасымда, 20 жасымда болмаған. Қазіргідей күшім. Барып зыр етіп жаттығу жасап тастаймын, зыр етіп анау нені үйдің қасындағы өзенді 10 мың шақырым жасап келем. Осы қаншама еще сторис саламын, еще адамдармен келсем, жұмыс істеймін. Осы күштің бәрін денеден ояттым уже. Тело, а мынау дене деген сіз білесіз ғой, өзі адамның Құдайдың шексіз жаратқан ерекше дүниелердің бір адам денесі ғой. Ғалымдар әлі толық құпиясын аша алмаған. Сол дене өліп қалмау керек қой. Дене өзі бір 30-дан асқаннан кейін ақырын бүйтіп қата бастайды. Мозг та қатады, дене де қатады, атрофируется етіп қалады. Сол қатып қалған күйінде ақырын сөнбейді да, ішіндегі энергияда, ол мол энергияны ала алмайды қатып қалған нәрсе. Живой емес қой. Даже кеп тұрған, қазір де тұр ғой, мысалға, божественная энергия. Дене ала алмайды. Қатқан күйінде семей береді, сөйтіп ақырын не істейді, дене өле береді. Сондықтан любой миллионер болсын әлемде, жалпы әлемде қаншама адамдармен жолықтым. Барлық адамдар денесіне қарап қалғандар. Любой бай адам денесіне қарайды. Өйткені өмір сүру үшін олар дене керек екенін біледі. А біздің қазақтар жамботалар жылап жүреді ақша деп. Біреу денесіне қарамайды. Дене ең бірінші. Здоровым теле дейді, здоровый дух дейді. И мені, наоборот, мен өте немен теломен ауыратын адаммын да, маған сен арақ ішесің, темекі шегесің, анау деп жазған кезде, мен наоборот айтамын, жамботалар, мен неге телоға қарап қалған адаммын, керісінше, күндіз-түні тыныштық бермей, кеше мен подружкам айтады ғой, сен даже бір стакан спиртной ішпейсің ғой дейді да, сен туралы сөз айтып жатыр екен ғой деп. Сол сияқты кішкене халық білсін деп ойлаймын, менің шын мәнінде өмірде осындай денеге қарап қалған адам екенімді. И оның пайдасы орасан зор, міне. Басыңызға. Осындай сатып алыңыз Каспийде. 100 теңге, 200 теңге, 1000 теңге тұрады. Қаптатып алып қойыңыз и отырасыз күнде. Сізге қазір телоны ояту керек. Полностью. Живость. Тірі болу. Духовность деген қатып қалу емес. Тірі болу. Тірілу керек болып тұр. Сабақты алдыңыз ба? 23 күні болады. Сол жерде көп нәрсе. Бар сабағыңызды алып жүріп. Мынандай табаныңызға қоя беріңіз. Қоя беріңіз, жаяу жүре беріңіз, денеңіз тірілтіп алыңыз. Ровно, мен сізге айтайын, 3 ай жасаған кезде сіз кәдімгі бұрқ еткен мощь энергияны байқайтын боласыз. Түсінікті. Рахмет көп. Бір сұрақ бар. Айта қойыңыз, Айсұлу ханым. 3-ші измерение, сосын 5-ші измерение, 4-ші измерение деген жоқ па? 4-ші измерение деген түсінік бар, яғни оны әркім әртүрлі жаңағы насихаттайды да, ол нәрсені. Біреу екеуінің ортасы деп насихаттайды, яғни 4-ші измерение деп. Біреу, адамның бір жаңағы бір ояну процесін 4-ші измерение деп атайды. Ал 5-ші измерение деген ол кәдімгі полностью рахаттанып өмір сүру. Әркім әртүрлі түсіндіреді ол 4-ші измерениені. Мен ойлар едім 4-ші измерение деген, наверное, ояну кезеңі шығар. Не 3-те емессің, не 4-те емессің. Не 5-те емессің. Мен сол измерениеде шығармын да. Жақсы, Айсұлу ханым. Жақсы. Сау болыңыз. Алла разы болсын. Просто шығып кетіңіз эфирден. Хорошо. Қыздар, жігіттер. Қыздар, жігіттер, қазір міне 23-і, 24-і, 25-ші наурыз күндері Алматы қаласында, Алматы қаласында деп отырмын, онлайн квантовый скачок деген сабақ болады. Бағасы 10 мың теңге. Сол жерде біз 5-ші измерениеге өту, жаңағы полностью энергияңды көтеру, полностью состояниеңді ауыстыру туралы айтатын боламыз. Қазір сабақты алған адамдарға мен дәл қазір сразу алсаңыздар, сразу қосып береді, состояниені көтеретін медитацияны сыйға берем. Жасаңыздар. Дәл қазір қосылған адамдарға менде квантовый скачок болды дейді Әмір Камшат. Қандай квантовый скачок болды?
Әмір Кәмшат айтыңыз. Яғни 706-644-95-16 қазір алған адамдарға мен өзімнің даусыммен медитациямды сыйға берем барлық адамға. Бүгін алған адамдарға. Яғни сондықтан дәл қазір алған адамдарға 706-644-95-16. Сосын медитацияны қалай жасау керек екенін мен айтамын 23 күні. 24 ма, 23 ма сабақ? Қыздар 24 ма? 24 екен ғой, мен 23 десем. 24 екен. Кешірім өтінеміз. Номер 706-644-95-16. Дәл қазір алғандарға, және бұған дейін алған адамдарға квантовый скачок сіздерге жасау үшін, состояниелеріңіз өзгеру үшін, сіздердің барлықтарыңызды дәл бүгін біз чатқа тіркейміз. Чатта уже қазір 300 адам отыр. Сол жерге тіркелесіздер. Ол жерде мен сіздерге күнделікті тапсырма жіберіп отыратын болам. Қазір осы жерден шығамын да, мен сол жаққа тапсырма жіберем. Содан кейін обязательно сіздерге тегін медитация сыйға берем. Хорошо? Сонымен қыздар жігіттер қоштасайық. 706-644-95-16 деген нөмір. Сабақтың состояниесі Назерке 10-ақ мың теңге. Алыңыздар қыздар, тіпті жалынып айтам, алыңыздар. 12 келем дейді Әнуарчик, хорошо. Астанада ретрит болмайды, Алматы қаласында ретрит болады. Тек қана 50-ағы орын. Қазір мен 50% скидка жасадым 8 мартқа орай. 290 мың теңге тұрады қазір бағасы. Ретрит сіздер білесіздер, менің ретриттарым 600 мың теңге тұрады. Яғни Алматы қаласында 11-12 апрель болады. 50 орынның уже жартысы сатып алып қойған. Хорошо? Мы давно купили, нам тоже дадите, да. 706-644-95-16. Әдемілігіңіздің сырын айтсаңыз, әдеміліктің сыры өмірге құштарлықта жамбыта. Хорошо? Ешкім деп шықпайды, сіздер жазсаңыздар болды, сіздерге менеджерлар өздері жауап береді. Мақпал, вы говорите правду, я тело делаю четко и получаю мощную энергию. Молодец. Нөмірді тағы жазып жібересіз бе? 706-644-95-16. Хорошо? Сау болыңыздар, ертең шығам.